Сәлеметсіздер ме? Кәсіпорын экономикасы пәнінің кәсіпкерлік қызмет тақырыбында сіздерге дәрісімді ұсынамын. Кәсіпкерліктің алғашқы теориялық тұжырымдамасы Ричард Кантиллонның 1725-1730 жылдарындағы еңбектерінде сипатталады. Одан кейінгі 250 жыл ішінде кәсіпкерлік теориясы әртүрлі ғалымдар мен экономистердің еңбектерінде дамытылды. Олар кәсіпкерлік қызмет өндірістің аса маңызды факторларының бірі болып табылады деп есептеді. Кәсіпкерлік қызмет өндірістің ерекшелік факторы, ол қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға және кәсіпкердің жеке пайдасын немесе кірісін алуға жағдай жасайды. Кәсіпкер меңгеруі тиіс қасиеттер, ол қабылданған шешімдер үшін жауапкершілігі болуы тиіс, коммерциялық табыс жетістігіне қарай бағытталуы қажет, жаңашылдық, іскерлік, икемділік, тәуекелге бару қабілеттілігі болуы тиісті. Кәсіпкерлік қызмет субъектілері ол жеке кәсіпкер және заңды тұлғалар болып бөлінеді. Жеке кәсіпкер бұл заңнамада белгіленген тәртіппен кәсіпкерлік қызметті заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын тұлғалар болып табылса, ал заңды тұлғалар бұл жеке мүлікті иеленген, өз атынан азаматтық құқықтар мен міндеттерді иеленетін, арбитраждық сотта талапкер және жауапкер болып әрекет ететін ұйымдарды айтады екенбіз. Заңды тұлғалардың өзі коммерциялық ұйымдар, коммерциялық емес ұйымдар болып бөлінеді. Коммерциялық ұйымдар қызметті пайда алуға және алынған пайданы қатысушылардан арасында бөлуге негізделген кәсіпорындар болып табылса, ал пайда алудың мұндай мақсаты жоқ ұйымдар коммерциялық емес ұйымдар болып табылады. Коммерциялық емес ұйымдарға тұтынушылық, кооперативтер, мекемелер, қоғамдық ұйымдар, діни ұйымдар мен бірлестіктер жатады. Бизнес құрған адамдарды кәсіпкер деп атайды екенбіз. Яғни дамуға құлшынысы бар, кәсіпте біршама тәуекелге баратын тынына қарамастан, оны ұйымдастырып, басқару арқылы пайда табу үшін жұмыс істейтін адам. Кәсіпкерліктің анықтамасы бизнесті ашу мен жүргізуге негізделгенмен, бизнес ашудағы тәуекелдің молдығынан жаңашылған кәсіпкердің жабылуына тура келеді. Бұған бірнеше себептерді атап көрсетуге болады. Қаржының жетіспеуі, сәтсіздік, бизнестегі шешімдер, экономикалық дағдарыс, немесе осы аталып кеткендердің барлығы нарықтағы сұраныста болмауы екен. Кәсіпкерлік қызметтің мақсаты, сонымен бірге факторы, негізінен фирманың тұжырымдамалық идеяларының келіп шығады. Кәсіпкерлік қызмет өмір сүруінің негізі мағынасын пайда алуда, кірісті барынша арттыру екен. Бұл мақсатқа сатып алушының сұранысын қанағаттандыру арқылы ғана қол жеткізуге болады. Жалпы кәсіпкерлік қызметті жасап отырған адамдарда кім үшін өндіру қажет деген, сонымен бірге фирманың тұжырымдамалық идеясы қалай өндіру, нені өндіру қажет деген сұрақтардан туындайды екен. Жалпы осы кәсіпкерлік қызмет тақырыбында дәрісімді осымен аяқтаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.